математика пәнінен. Тақырыбы: мен зерттеушімін. Өнертапқыштыққа алғашқы қадам. Мақсаты: оқушылардың математикалық қабілеттерін дамыту, жылдамдық, ойшылдық, сауаттылық қасиеттерін қолдана білуді үйрету, өнертапқыштықтың қызығушылықтарын арттыру. Балалар ұлттық біртұтас тәрбие бойынша мен зерттеушімін. Өнертапқыштыққа алғашқы қадам тақырыпқа сәйкес қарастырудан әртүрлі геометриялық пішіндерді қолдана отырып, қызықты пішіндер құрастырып, өнертапқыштықтарын меңгеріп, қандай да бір заттар жасады. Тоқтаймыз. Ал рахмет, сен не жасадың? Жақсы. Қандай қолғаштар қолдандың? Геометриялық пішіндерді айта қойшы. Екі домалақ, жарты домалақ. Жақсы, жарты шеңбер. Алындың. Төрт санаманы айта қойшы. Жақсы, өте жақсы. Кәне тағы да кім болды? Ай бар болыпты. Алай бар. Сен қандай зат қолдандың кәне айтамын? Жақсы. Қанша қолғыш қолдандың? 9 санаманы айтпеш маған? Жақсы. Қандай геометриялық пішіндер қолдандың? Құрыш, домалақ, төрт құрыш, төрт құрыш. Жақсы, келесі, кім болды? Ал, қолын алам. Ой, жақсы. Не құрастырдың Насыр? Балмұздақ, балмұздақ қосып қандай дәмді, жақсы. Неше құрастырыш қолдандың? Кәне санаш бірде бар? Өте жақсы. Үшін санаманы айтпеш маған? Жақсы. Қандай пішіндер қолданды Насыр? Өте жақсы. Жарайды жақсы балалар. Қандай жақсы келдің? Сен қандай пішіндерді қолдандың? Қандай зат салдың? Үй салып үйе. Қандай геометриялық пішіндер қолдандың? Жақсы. Саған осындай оңай ма бақыр? Өскенде осындай саласың ба? Иә. Кім боласың өскенде? Құрылысшы боласың ба үй салушылар? Иә. Жарайды жақсы. Медина, сен не құрастырдың? Қоршау. Жақсы. Қоршаудың ішіне не қоясың? Көлік қоясың, не? Ойыншық қоясың. Құрастырғыштарын қандай әртүрлі түстер қолданып, иә? Қандай түстерді қолданып құрастырғышты? Қандай түстер бар мына жерде? Не айтамын? Мысалы, үйді, көліктерді, тағы да басқа заттарды құрастыра отырып, олардың түс-түстерін ажырата, санай отыра, санамақты қолдана отыра, және қандай геометриялық пішіндерді қолданғандарын айтылды. Балалар, бойымызды бүрсеніп, қанталы байымызды қандыққа қалайыншы, кім қаншасы жинайды, сол қанталы байдың бәйгесіне алады. Сергіту сәтін пайдалана отырып, Ханталы апай ойынын асықтар арқылы ойнап, бойларын бір сергітіп алды. Балалар жылдамдықты, ойшылдықты, өнертапқыштықтарын көрсете білді. Жақсы. Айбат, сенде неше үй? Бар бір сенде неше асың? 5 асың. Балдар ең көп асық жинаған бізде Батыр Ханталы апай бәйгені алды. Осымен сергіту сәтін жасап, бойымызды бір сергітіп алды. Сары түспар, күлгін түспар.